біз әулие деген ұғымға тоқтайық. Алдыменен мұсылмандардың арасында намазхандар шығады. Намазхандар көбейгеннен кейін осылардың ішінен кәміл мұсылмандар шығады. Кәміл мұсылмандардың көбейгеннен кейін солардың арасынан өзі де білмейді әулие екенін, басқа адамдар да білмейтін әулиелер шығады. Осындай әулиелер көбейеді. Бұл әулиелердің ішінен өзі біледі, бірақ басқа адамдар білмейтін әулиелер шығады. Бұлар көбейгеннен кейін әулие екенін өзі де біледі, әулие екенін халық та білетін әулиелер шығады. Бұндай әулиелер көбейгеннен кейін санаттағы әулиелер шығады. Адам атадан бері қарап, ақыр заманға дейін санаттағы әулиелердің саны 88 мың болады. Санаттағы әулиелер Алла тағаланың сүйікті құлдары. Олар енді Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан кейін, пайғамбарға келмегеннен кейін, сол пайғамбардың ілімін әрі қарап дамытып, мұсылмандарға сауатын ашады, көмектеседі. Міне осылай болады. Енді машайық деген нәрсеге тоқтайық. Машайық деген әдетте оқыған адамдардан, діни оқыған адамдардың арасынан шығады. Ал әулиелер діни сауаты аз немесе оқымаған адамдардың арасынан шығады. Машайықтар діни ілім алғаннан кейін оған Алла тағаланың нұры ерекше құйылады, толып жатқан жын жыпыр басқа да нәрселерге тосқауыл болады. Содан кейін бұлар тарикат ілімін игереді, мағрифат ілімін игереді, сөйтіп хақиқат деңгейіне көтеріледі. Хақиқат деңгейіне көтерілу деген сөз, ол Алла тағаланың хақ деген есіміне белгілі бір дәрежеде ие болған, сол періште деңгейіне көтерілді деген сөз. Міне осындай адамдардың арасынан машайықтар шығады. Машайықтардың өзі бөлінеді. Жай машайық дейміз, сосын олардан жоғары тұрғандары әз машайық болады, одан жоғары тұрғандары Әзірет Сұлтан әз машайық біздің Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Одан жоғары тұрған деңгей нәбилер, кіші пайғамбарлар. Онан жоғары тұрған деңгей расулдар, онан жоғары тұрған абзал пайғамбарлар, ең жоғары тұрған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам.